кешірім сұрауға болады деп тұр. Енді кешірім сұраймын дедім, айтпақшы. Ертең сұрап жатқанда мен мазақтап жүрмеңдер. Сұрай берейік қойса сотталып кеткен жақсы. Штраф деп жатамыз. Кешірім сұрауға болады дейді. Сол есі Динара Жұмабек дейді ме, сондай болып кетті бұл. Кешірім сұрап, кешіріп жатса, онда болады дейді. Сұрай береміз да құрсын. Ұят болды, кешір, ондай сөз айтайын деген ойымда жоқ, орысша түсінбеймін деп айтамын, маған бәрібір. Сол кезде мені мазақтап жүрмеңдер. Сотталу да оңай емес негізі. Ана әжетханаға салып отырамын шығар, онда тамақ әкеліп беріңдер, сосын маған сотталып жатсам, түсінікті ме? Аллах, бәрі шындық, без комментария, ешқандай өтірік жоқ. Шындықты айтып жатырмын мен, өтірік жоқ. Осы мен екінші рет сондай болып тұр, Құдай көріп тұр. Ұят болды. Үшінші рет бір попиткам бар, кімге тиісейін? Ашаматайлар мен жайын ба? Бірге. Үш попитка. Бұрын сотталған жоқсың ба дейді, маған құрсын сотталған жоқ. Честнымыз ғой, былай Қазақстан жақсы ғой, соттап жатқан жоқ, шүкір. Құрсын сотталған жоқ. Честнымыз ғой, былай Қазақстан жақсы ғой, соттап жатқан жоқ, шүкір. Өзім Тоқаев отыр ғой, шалым, молодец, суреті тұр. Осы кісі ұнайды өзіме, былай жақсы кісі ол. Айта береді, қасқыр сәкең отыр, мұрқылдайды, бірдеңе дейді осылар. Димаш жаман, ұят қойды. Марқынбайдың әңгімесі, қой тыңдамаймын әңгімесі болады. Марқынбайдың әңгімесі, Қытаймен төбелесті. Сол Қытайда не бар, өз жөніне жүрген жоқ па Қытай. Ана Қытайда қазақтарды тұр ғой, мал бағып жатыр, түйе бағып жатыр. Соларды Қытай күнде мауылдап кетіп жатса екен, бүйтіп пышақпен. Жоқ, бізде де жүреді да енді, ел болғасын, жер болғасын, көршіміз болғасын. Бір нағыз меңдейінді бұлай қылатын адамдарсыңдар ғой нағыз. Жоқ, мен мысалы міне отырып, бір Қытай жоқ қасымда. Бір болады да, шекаралас бір Алматының маңдайында жүрер Қытай, көрші болғасын, бір қарым қатынас қой енді. Жоқ, нағыз бір тыңдайық, саясат қой деп кейде тыңдайсыз ғой, лишний разговорларың көп, өте артық сөздерің көп. Айқайластым сотпен. Сот шікірейіп отыр, судья әбден жаман үйренген ғой судьялар. Ой, маған айтады, сен тәртібіңді мен айта бер деді. Жоқ, маған айтады да, өтіп соғып тұр. Енді орысша берген болып тұр, оны бедейді да, не, саған біз қазақша жібердік дейді, маған жіберген жоқ деп, орысша тұр, бүгін сол қайтқан кейінге қалды. Сосын айтады, орысша сөйлеп жатыр, маған қазақша сөйлеңізші деп едім. Неге сен айқайлайсың? Сен тәртіпті бұз, мен үстіңе тағы да қосам дейді, қоса бер дедім. Қазақша сөйле дегенім үшін қоссың ба? Жақсы қос, жауап бересің сен өзіңді онда дедім. Судьяға сөйлемесін деген заң жоқ шығар. Сөйлегенде мен оны боқтап жатқан жоқпын, әкең жаман қазақша сөйле дедім. Маған керек емес орысша. Түсінбеймін, или переводта дедім, давай. Адамың бар ма? Шақыр дедім. Сонымен аудармашы іздеуге кеттік. Қазақстанда жүріп, ең Қазақстанда. Бір орыс жоқ, қазақша сот болмай жатыр. Екінші рет болады, осы екінші рет тап осы сөзбен, өзімді әкем аузы ұрудым. Осы баяғыдан деген менің қасыма бір еркек тұр, шыбырлап, не істеп тұрсың? Неғып тұрсың мен қасыма, мен қасқыр жықпен бір не қатыр десем, мен саған переводтайын дейді, анау айтады қазір, сосын мен сен құлағыңа сыбырлайын дейді. Мен айтамын, мен не Россияда тұрмын ба? Бір ана орыстың қасына барып тұр. Неғып мен қасымда тұрып десем, судья қазақша білмейді дейді. Түрі қазақ, тілі жоқ, сақау, орысша сөйлейді. Білмеймін, орыстар нам беріп жатыр ма, неге қазақша дейсің? Сосын айттым, онда дедім, қазір сені бірінші сапалақпен бетіңнен салып жіберемін. Сосын судьяны ұрам, маған бәрі сотталып кетейін, әкесін нағылап еді. Қаяқта тұр, Қазақстан тұр ба, басқа жақтан. Сосын онда күтесің дейді, күтемін дедім, сөйтіп қайтадан бір сағаттан кейін қазақша сот болып штраф салды.